Достар, мен сіздерге қазір осы 3 минуттық видеода квантовое поле деген сөздің қазақша, қарапайым тілде сіздерге түсінікті өзіміздің қазақ тілінде түсіндіріп беремін да. Өйткені көп адамдар түсінбейді. Квантовое поле дегенді, осы сөзді Джо Диспенза көп айтады, иә. Квантовое поле дегеніміз, мысалы сіздер елестетіңіздер. Осы 18 мың ғаламды жаратқан Алла тағала шексіз бір энергия бар да. Енді аспанда деп айтайықшы, осы аспанда бір шексіз энергия бар. Кәдімгідей ол жерде сіз ойлаған, сіз армандаған нәрселердің барлығы тұрда, ол жерде барлық үйда, машинада сен армандаған темір терсектің бәрі сол жерде толып тұр да, примерно. И бірақ оны алу үшін сенің ішіңдегі энергияң оған сәйкес келу керек та. Сенің ішіңдегі энергияң сондай жаңағы волнада тұру керек та, сол волнада тұру керексің да, түсініп тұрсың ба? Мынандай да квантовое поле дегенді мен былай елестетемін да, кәдімгідей полностью бізді Алла тағала бізді шексіз қылып жаратқан да. Біздің душамыз негізі шексіз ғой. Біз Алланың шексіз құдіретінен, махаббатынан, шексіз мейірімінен, шексіз кешірімінен, шексіздіктен жаралғанбыз. Мына біздің денеміз тек әшейін ғана, уақытша ғана бізге берілген біздің жанымыздың киімі, одежда нашей души. Ертең біз өмірден өткен кезде біздің душамыз, шексіз душамыз Құдайға қайтып барады. Біздің душамыз шексіз, ол душа өлмейді. И сондықтан сол душа бізді Құдай сондай күшті бір құдіреттен жаралған адамбыз да. И сондықтан сен қалаған осы өмірдегі қалаған өмірің, миллионер болғың келсе да, көп, мысалы неге жеткің келсе да, сол квантовый поледе, сол бір кеңістікте, шексіздіктің кеңістігінде тұр. Бірақ ол шексіздіктің кеңістігіне, ол сенің өміріңе келу үшін сен сол шексіз энергияға сәйкес ішіңде энергия тұру керек. Сен кәдімгідей сол шағылысқан, жарқ-жұрқ еткен әдемі, жарқыраған энергияға сәйкес сенің ішің сондай болу керек. Егер сен кешке дейін мына миың қатып қалған болса, денең қатып қалған болса, денең ауыр болса, кешке дейін әркіммен алысып, жұлысып, өсек айтып, мына аузыңдағы тілің 100 метр бәрін өсектеп жүрсең, ол квантовое поле саған не откликается. Квантовое поленің жаңағы Джо Диспенза күшті айтады ғой, квантовое поле откликается на то, кем вы являетесь дейді. Квантовое поле саған жауап береді дейді, если сен соған сәйкес энергияда тұрсаң дейді. Сол ішіңдегі жарқыраған энергия ана квантовое полеге барып шағылысу керек та, кәдімгі күннің нұры сияқты шағылысқан кезде кәдімгідей резонанс болады. Резонанс деген нәрсе, сен өзің армандаған нәрсе, Құдайдың құдіретімен өз есіктер ашылып, сенің өміріңе өзінен өзі келе бастайды. Ғажайыпқа сенбеу Құдайға сенбеумен тең деген сөз бар да. И сондықтан барлық нәрсе сенің өміріңде өзінен өзі бір себепсіз бір адамдар арқылы немесе бір күтпеген жерден сені шокировать етіп сенің өміріңде пайда болады да. И бұл нәрсе менің өмірімде көп рет болды. Бұны мен кәдімгідей денеммен, бүкіл 62 тамырымен сезініп жүрмін да. И сондықтан сіздерге айтарым, мына ішкі энергияларыңыз квантовый полемен сәйкес келгенде, сенің арманың просто шылчком келе береді.